әріптестер, барлықтарыңызға қайырлы күн деп айтқым келеді. Біз енді өзіміздің кезекті апта сайын кездесулерімізді жалғастырудамыз. Барлықтарыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Көріп тұрғаныма ризамын сіздерді. Мына алтын уақыттарыңызды бөліп, бізбен бірге кездесіп, бүгін енді әдеттегідей мына сұрақтарыңыз бар болса, ұсыныстарыңыз бар болса, басқа да мәселе болса, барлығымыз бірге талқылайтын осы алаң. Сол үшін өздеріңіз микрофондарыңызды қосып, видеоларыңызды қосып, өзіңізді таныстырып, қай өңірден және қай мына үкіметтік емес ұйым ба, басқа мекеме ма, соның өкілі деп өздеріңізді таныстырып өтіп, және сұрақтарыңызды қойсаңыздар. Жалпы сұрақ жауап болса айтамын, жауабын беремін. Анандай жазып алатын мәселе болса жазып аламын, бірақ міндетті түрде ары қаратай жұмысқа алатын боламын. Менің есімім Ләззат. Кімді білем, танымаймын, танысайық. Добрый день, уважаемые участники. Меня зовут Ләззат. Рада вас всех приветствовать. У нас еженедельные наши встречи по каким-то, может быть, вопросам, предложениям. Все, что хотели бы обсудить, я готова максимально предоставить ответ. Если вдруг что-то нужно будет записать, готова записать и в дальнейшем предоставить ответ. Это, возможно, будут какие-то пожелания или просто вопросы, любые какие есть. Для этого и есть вот эта наша созданная площадка. Рұқсат болса бастай берейік. Өздеріңіз қолдарыңыз көтеріп, кезек-кезек қосылып, сами, пожалуйста, представьтесь, да, чтобы мы познакомились, с кем мы говорим, видели, слышали, какую организацию вы представляете и так далее. Жалпы енді бірнеше кездесулеріміз өтіп жатыр. Басынан барлығымыз бірге қосылып жаттық. Соңғы кезде ұсыныстар келіп жатыр. Мына кездесулерімізді тематикаларға бөлсек деп, бір аптада кездесуіміз денсаулық саласы болсын, келесі аптада әлеуметтік саласы болсын дегендей. Оған да жетерміз. Жалпы енді бүгін барлығымыз кім қосылды. Енді Алланың сәті солай болып тұрған шығар. Бүгін осылай әртүрлі тема болса да айтып, өзіміз ақылдаса берейік. Вот я вижу первый Алан Бейсен. Если вдруг я кого-то неправильно называю, я прошу прощения. У меня на экране очень мелко видно, поэтому будем знакомы. Алан, мы вас не видим, я просто видела, что вы руку поднимали. Можно включить видео и звук? И, пожалуйста. Шығып кетті ма? Абдуллаев Азамат. Енді Абдуллаев Азамат. Жаңа Алан деген кісі бірінші қолын көтерген. Абдуллаев Азамат деген мырза қосылып отыр екен, қолын көтеріп. Звугыңызды қосып. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, қайырлы күн құрметті Ләззат ханым және Қазақстан халық форумының барлық ұйымдастырушылары. Кешірім сұраймын, Азамат мырза, кішкене звугыңыз қосасыз ба, или менікі қосылмай тұр ма, қазір көрейінші мен. Кешірім сұраймын, менікі азайтылып тұр екен, мені қостым. Естіліп тұр ма? Енді естіліп тұр, жақсы. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, Ләззат ханым және басшы қосшыда отырған әріптестер. Менің есімім Абдуллаев Азамат. Мен сонау Атырау облысы Құрманғазы ауданы ауылдық жердегі үкімет емес ұйым боламын. Жалпы енді ең бірінші бізде енді әр кезде ауылдық жерден бастаған жақсы, себебі қазір таңда қала облыстың көлемінде өте жақсы дамып келе жатқан шығар үкімет емес ұйымдар. Но ауылдық жердегі 58 мың халық тұратын жерде жалғыз мен өзімін үкімет емес ұйым. Енді біздің тәжірибемізде уже 2019 жыл құрылдық, содан уже почти 5 жыл жақын. 5 жыл ішінде біздер көптеген әлеуметтік жобаларды жасап келе жатырмыз. Осы күнге сәт түсіп тұрған шығар, енді осы кездесуге бәрімізге беріпті. Ең бірінші енді менің жалпы 2-3 предложением бар, қойым келеді. Енді ауылдық жерде бәріңіз білесіздер, себебі қазір таңда
ауылдық жердегі жалпы 58 мың халық болса, соның дейтін 2 мың, 3 мыңға жуық мүмкіндік шектеулері тұрады. Оның ішінде балалар да бар, оның ішінде ересектер бар. Және де біздер айтамыз, ой, ауылдық жерде, мен көп кездескен кезде біздерге айтады, ой, ауылдық жерде мүмкіндік көп қой деп. Мүмкіндік көп шығар, бірақ та оның бәріне қол жеткізу өте қиын. Себебі кәсіпкерлер қазір таңда, ол кәсіпкер өзінің бизнесін дамыту үшін жұмыс жасайды. Ал МПО ол халықтың денсаулығын арттыру үшін жұмыс жасайтын біздерміз, сіздер. Сондықтан мен айтайын тұрам, бірінші біз мындай жоба мүмкіндік болса ұсынғымыз келіп отыр. Бұйырса, бірінші жобамыз мына ауыл халқының соның ішіндегі мүмкіндік шектеулі жандарға денсаулық жақсартуға. Мына сіздер арқылы жоба алған адамдар облыстарда жасап жатыр қазір таңда. Мен бір-екі адаммен сөйлестім, олар облыс көлемінде жасап жатыр. Мен айтам, сіз 300-400 километр жерге ауылды жер жасасаңыздар, ол бір үлкен бір сауал тереді. Менде 300-400 километр шетайты, ол дейтін біршама километр ғой. Ол Атырауға бару үшін қазір қаражат көзі біздерде ауылды жер өте аз. Сондықтан мен ұсындым, сіздер арқылы жасап жатқан МПО-ларға ұсынып едім. Алайда енді без ответа қалды, потому что олардың өздерінің мақсаты бар, өзінің жұмыс жоспары шығар, облыстарға жасауға. Сол бірінші бұйырса біздер ауылды жерлерге осы жоба ұсынайық, яғни спорт жағынан дамыту, және де егер де мүмкіндік болса, сіздер білетін болсыз, ипотерапия бар. Ипотерапия тек қана Атырау облыста, тоже облыстық көлемінде бәрде. Ауылды жерге келгенде ондай мүмкіндік жоқ. Бізде жалғыз тек қана бір реабилитационный центр бар, ол да тек қана 15 бала көлемінде, ол да ешқандай не жоқ, тек қана реабилитационный аты болмаса заты жоқ деген сияқты ғой. Тек оларда дейтін дайындайды, былай көн көлемінде жаттығулар жасату, әртүрлі спорттық бағдарламаларды ұйымдастыру деген сияқты оларға ондай мүмкіндік болмай жатыр. Екінші мәселе, осы қазір таңдағы ауылдық жердегі жұмыссыздық деңгейі бар, ауылдық жердегі жастар көлемі бар. Жалпы жастарға бос уақытты ұйымдастыру, соның ішіндегі жұмыссыз әйелдер бар, болмаса пенсияға ерте шыққан әйел адамдар бар, жұмыстан босап қалған әйел адамдар, олар да қазір қол іс келеді, алайда поддержка таппайды. Ал біздер былтыр өзіміздің көмегімізбен 4-5 машина беріп едік істігетін. Олар сонымен қазір өздері біреуін шалбарын қысқартып, біреуін киім қысқартып, ауылды жерде білесіздер ғой, өзі өмір сүріп жатыр. Осындай бір оқыту орталығын жасағымыз келеді. Оларға да тоже үлкен жасайтын болсақ, ол да үлкен мүмкіндік болады. Үшінші жобамыз біздер қазір таңда көптеген білімді, ғылымды балдар ауылдан шығады, оларға әне жетіспейді, тәжірибе алмасу жетіспейді. Мысалы, біздер Алматыдағы Астана тәжірибе алмасу үшін, өз қалтамыздан бару үшін әрине үлкен көмек керек болады. Сондықтан жоба аясындағы мүмкіндік болса, сіздердің қорларыңыз арқылы біршама үлкен қорлармен жұмыс жасайсыздар ғой, сіздер МПО-лармен. Соларға бір осындай бір неге бөлініп, ауылдық жерлерде осындай мамандықтарды тартуға, олармен бірлесіп бір тәжірибе алмасуға үлкен мүмкіндіктер болса деген ұсынысын сіздерге. Жалпы енді ұсыныс өте көп, былай енді қазір таңда осындай қажетті ұсыныстар сіздерге ұсынып жатырмыз. Соның ішіндегі айтайын деп отырам, бізде де денсаулық сақтау саласын айтатын болсақ, біздерге денсаулық сақтау саласындағы көптеген балдарымыз, мен өзіміз қамқорлық кеңесте бармыз, өзі аудан көлемінде балдарды емдету үшін шетелге қаражат жинайды. Ауыл халықтар, өзіміздің таза ауылдың халықтары Қазақстан халық қорынан арқылы емдету болады деген білмейді екен. Не үшін білмейді? Менде осындай сұрақ мазалайды негізі. Потому что Қазақстан халық қорының мамандары біздің осы ауданға келіп кездесіп көрген жоқ ешкіммен. Тек қана Атырау облысына келеді, Атырауға айтып тұрмын тағы да, бара алмайды. Кейде мен өзімізде бара алмаймыз. Потому что жол қашық, екіншіден біздерге мүмкіндік жоқ ояққа баратын да басқа. Сондықтан мен де айтамын оларға да, Қазақстан халық қоры бар. Сол жерде кірсеңіздер, әртүрлі диагноз бойынша толтыратын жерлері олар, солар сіздерге денсаулықтан жақсарту үлес қосады, осы Қазақстан халық қоры. А оны ауылдың халқы білмейді категорически, потому что олар информация жетпейді. Міне, тек қана Атырау қаласына жететін шығар, облысқа. Барлық жерде солай. Мен даже қатты айтсам ренжімеңіздер, но барлық основные все проекты приезжайте в город.
и олар бәрі бортта жасайды, жиналыс жасайды. Ал мен айтсам, неге сіздер ауданның көлемінде, неге ауылды жерге жүргізбейсіңдер? 58 мың халық тұратын жерде неге сонда шақыртпай көрсетпейсіңдер? Бана олай келмейді, жол қашық дейді. Сондықтан соның барлығын ескерсеңіздер, құрметті Ләззат ханым, жалпы мына фондтың мен ойлаймын көп несі бағыттары алда уақытта ауылды жерлермен қарым-қатынастарыңызды көбейтсеңіздер. Және де өздеріңіз келіп бір аралаған кезде, Атырауға келгеніңізде сіздер міндетті түрде бір екі аудан таңдаңыздар. Атыраудың екі ауданы, Қашық ауданы, Қызылқоға мен Құрманғазы. Қалғандар жақын бір-біріне. Оларға цивилизация есть. Ең отдаленный пункт ол Қызылқоға, Құрманғазы. Это бәрі біледі. А ояққа баруға мүмкіндігі жоқ. Действительно, оларға келіп, көзбен көріп, халықпен кездескеннен кейін барып, сіздер өзіңіз осыны көре аласыздар. Мені осы ұсынысым тұр, бақа 3 ұсынысым. Енді осы ұсынысқа сіздердің Қазақстан халық қоры арқылы мен ойлаймын бұйырса бір мүмкіндіктер болады деп. Рахмет. Рахмет. Біріншіден сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Әріптестер, рұқсат болса, сұрақтарға жауап беріп нете берейік, иә? Әйтпесе сұрақ болды, жауап болмай қалды деп нетпесінді. Мен айтайын дегенім, Азамат мырза, біздің жалпы қордың 20 бағдарламасы бар. Республика деңгейінде жүргізіліп жатқан. Оның 80%-ы ауылды мекендерге арнайы. Мысалы деймін да, мұны өзімнің қазір мұны қағазымды көтеріп, сізге айтайын дегенім. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы село Сафоновка. Құрманғазы ауданы Қадыр Мырза Әлі атындағы жалпы орта мектепке 250 миллион ақша қаражат біз бүкіл тірек мектеп қылып, бүкіл заманауи жабдықтарды алып бердік те, біз пән кабинеттерін жасап бердік. Оны кеше ғана ашылды, 13 февраль деп тұр, міне. Мен ол жерге бара алмадым да, өйткені бізде қамқоршылық кеңесінің мүшелері келіп, мен шыға алмадым, әйтпесе өзім былай белгілеп қойған барамын деп. Осы тірек мектепті не үшін біз жасап жатырмыз? Біз барлығымен жабдықтаймыз. Назарбаев интеллектуалдық мектептердің барлығы методологиясын енгізеді, мұғалімдарды үйретеді. Және осы тірек мектеп кішігірім ауылдағы мектептерге тірек болады. Соның білім саласындағы бізде өте сондай бірінші қазір салада жүріп жатқан республика бойынша мына тірек мектептері тек қана аудандарға арналған, ол қалаларға арналмаған. Біз қалада ондайды жасамаймыз. Қазіргі кезде осы мектептерді ашып жатырмыз да, мұғалімдерді үйретіп жатырмыз. Өйткені білесіз, мына ауылдағы оқып жатқан балалардың білім сапасы қаладағы оқып жатқан балалармен жермен көктей. Соны көмектесуіміз керек. Ол қалай көмектесеміз? Тек қана осы қолымызды, как говорится, да, белімізді буып, сол жаққа кірісуіміз керек. Осы қазір 17 мектеп 22 жылы бекітілген. Енді қазір 53 мектеп арғаратай барлығын жасап отырамыз. Бұл 2-3 жылдық жоба, өйткені оның барлығын бір күнде жасау мүмкін емес. Бірақ оны барып көріңіз өзіңіз. Кеше ғана ашылды, жалпы біз айтқанбыз, хат жазып, мына үкіметтік емес ұйымдарды шақырыңыздар, ата-аналарды шақырыңыздар, келіп көрсін, барлығы мониторинг болсын, не алып берді, қандай алып берді деп, сіз үкіметтік емес ұйым секілді өзіңіз, мына айтамыз ғой, қоғамдық бақылау деп. Қоғамдық бақылау болып, сіз барып көріп шығуыңызға мүмкіншілігіңіз бар. Енді біз, мына что-то интернет нет тұр ма? Мен естіліп тұрмын ба? Естіп тұрсыз, айта беріңіз. Аха, мен просто экраным нетіп тұрды. Және қараңыздар, мына сіз айтып жатырсыз Атырау облысына мен Атырауға барғам, үкіметтік емес ұйымдармен кездескен, бірақ ол енді бірінші кездесу болған, мына өткен жылы жазда. Жалпы біз аудандарда боламыз. Мен Батыс Қазақстанда Шалғын мен Жақсыбайға барып келгем. Ол жер Оралдан, облыс орталығынан 500 километр, оның жарты жолы жоқ. Мен о жаққа барып, көктемде өткен жылы 30 үй сумен ағып кеткен, жарамсыз болған. Біз соған қаражат бөлгенбіз, ЧС болып тұрған сон, төтенше жағдай. Мен сол жаққа барғанда ол кісілер мені көріп таңғалған. Мен ойладым, үйлердің сапасы қалай екен, барып өзім көріп шығайын деп.
Олар айтты, бізде облыс орталықтан басшылар келмеуші еді, сіз Астанадан келіпсіз ғой деп. Біз ондай неден қорықпаймыз. Біз ауылға да, ауданға да барамыз. Мен өзім жалпы өңірде істеген адаммын. Сол үшін ондай бізде не жоқ, облыс орталығына бара салып, для галочки біреулермен кездесе салып, ондай бізде не жоқ. Бізде ол форматымыз басқаша. Сіз мысалы қазір сізбен танысып отырмыз. Ертең күні біз сізбен тікелей жұмыс жасаймыз. Өйткені біздің штатымыз кішкене ғана. Ана республикада біз негіп үкіметтік емес ұйымдармен серіктес болып, осы жобаларды жүргізіп жатырмыз. Өйткені 25 адам, 50 адам болса да, бүкіл Қазақстанның барлық жобаларын жүргізу мүмкін емес ол. Енді мына жаңа спорт дедіңіз. Мен сізге айтайын, бізде бағдарламамыз бар, 100 спорт площадка деп. Мына ауылдарда, кішігірім ауылдарда бізге заявкалар беріліп жатыр. Бізде партнеріміз бар. Сол партнерлар барады, көреді. Біз единственное құрылыс жасамаймыз, ремонт жасамаймыз. Мекеме сатып алмаймыз. Ол бізде тұжырымдамамызға бекітілген нәрсе. Біз мына спорт залдарды ауылдағы кішкентай-кішігірім ауылдарға, спорт залдарға құрал жабдықтарын алып береміз. Сол жақта балалар тегін спортпен шұғылданып жүр. Онда бір-екі ауылға жол жөнекей мен кіріп көріп кеткем. Мына Ақпатер деген, кім шығыпты ғой ол жақтан, Тұрсынбек Қабатов. Сол кішігірім ғана ауыл, барып көрдім, балалар шұғылданып жүр спортпен, мәз болып. Біз соны өзіміз былай енді жол жөнекей жол түскенде барып кіріп шығамыз. Міндетті түрде көруіміз керек, жобаларымыз қалай іске асып жатыр екен. Спорт жағынан, басқа жағынан жақсы жобаларыңыз болып жатса, оның сіз айтып жатырсыз, енді 5 жылдай жұмыс істеп жатырмыз деп. Өздеріңіздің жақсы кейстеріңіз, жақсы әлеуметтік өзінің көмегін беріп жатқан жобалар болса, біз оны үлкен серіктес болып қосылып, бірге жасауымызға өзіміздің сондай неміз бар. Тұжырмамызда бекітілген шарттарымызда бар. Оның барлығы бізде мына өзіміздің ресми сайтымызда жазылған. Жаңағы мүмкіндік шектеулі азаматтарға денсаулық дедіңіз. Біз жаңа спортзал, 2 спортзал уже ашылды ғой, Диас? Досор және Бөдене ауыл. Осы 2 ауылда 2 спортзал жұмыс істеп жатыр. О жаққа барып көруіңізге де мүмкіншілігіміз бар. Оны да біз тегін жасап береміз, барған балалар тегін шұғылдану керек. Бізде келісіміміз солай барлықтарымызбен. Жаңағы сіз айтып жатырсыз, енді шетелге емдеу. Шетелге емін, оның өзінің механизмі бар. Оны біз барып түсіндіруімізге онда ешқандай қажеті де жоқ. Адам ауырып қалса, ол не істейді? Ол бірінші больницаға барады. Ол больница аудандық болсын, ауылдық болсын, емделмейтін мәселе болса, облысқа жібереді. Облыста емделмейтін мәселе болса, ол орталық, мына айтамыз ғой, орталық мекемелерге жіберіледі. Кардио болса, жүрегі болса, кардио центрға жібереді, республиканский, басқа онкология болса, онкоцентрға, республиканскийға жібереді. Сол жаққа бару керек, сол жаққа жіберіледі Минздрав арқылы. Және ол жерде бізде Қазақстанда қандай ем бар, емдейді. Бірақ Қазақстанда емі болмаса, компетенциясы болмаса, сол республикалық орталық деңгейдегі мекемелер, денсаулық мекемесі бізге өзінің қорытындысын жазады. Мына пациенттің осындай аты жөні, диагнозын бәрін, қандай ем алды, қалай болды процестері. Бұл ем бізде емделмейді деп, шетелге жіберуіңізді өтінеміз деп. Ол целый консилиум қолдарын қояды. Содан кейін ол Минздрав арқылы рабочий орган бар, фонд медицинского страхования. Сол рабочий органға түседі. Ол жерде заңға сәйкес келмейтін бір нәрселер болса, біз қосыламыз. Оны тегін жібереміз. Қазақстанда емделіп жатса, бізде компетенция бар болып жатса, біз шетелге жібере алмаймыз. Бірінші. Екінші, бізге Минздрав арқылы, денсаулық министрлігі, керекті қандай мына инновациялық құрал жабдықтар бар, оборудование дейміз ғой, медицинский. Заявка берсе, біз алып береміз. Врачтар қазіргі заманауи нәрселерге бірдеңкені білмей жатса, компетенциясы көтеру керек десе, олар өздерінің списоктарын бекітеді, қай жерге шетелге жіберу керек оқытуға,
біз уже жіберіп жатырмыз. Мына Алматыдағы детский онкология бар ғой, национальный центр онкологии, вот этот НЦПДХ. Олардың 5-6 маманын біз Турцияға жібердік. Олар оқып келді. Мына кішкентай балаларға химиотерапияны қалай дайындау керек, қалай емдеу керек, емден кейін қалай уход болу керек. Оның барлығын үйреніп келді. Казниор, ол уже үлкендердің онкологиясы, Алматыдағы. Олардың да қазір графигін жасап, біз врачтарды жіберіп жатырмыз шетелге. Бірақ оның өзінің шарты бар. Барып оқып келе ма Қазақстан халқының несінің қаражатына? Ол келу керекті, ол мекемеде 3 жыл кем емес, 3 жыл сол жерде жұмыс істеу керек. Частный клиникаға келіп қала алмайды, біріншіден. Екіншіден, барып үйреніп келген мәселесін өздерінің әріптестеріне ары қарата үйрету керек. Осындай механизмдар жасап жатырмыз. Бірақ сіздерде нақты бір жоба болса, сіз біздің ресми сайтымызға кіресіз. Батырмасы, үкіметтік емес ұйымдарға арналған батырма бар. Сол жерде мұқият оқып шығыңыз. Барлық батырмаларды толтырып шығасыз да, өзіңіздің жобаңызды жазып шығасыз. Бірақ біз стартап жобаларға кіріспейміз. Өйткені біз тек қана жұмыс істеп жатқан жоба, жақсы әлеуметтік өзінің көмегін өңірде болсын, ауылда болсын көрсетіп жатқан, оны кішкене масштабировать етіп, үлкейту мәселесімен біз қосыламыз. Жалпы енді қысқа сізге жауаптарымды берейін деп ниеттім, бірақ оның барлығы бізде сайтта жазылған. Асықпай бір оқып шықсаңыз, сол жерде егжей-тегжейлі бәрі көрсетілген. Бірақ Аллам енді ісім жолын салып жатса, Құдай бұйырса, сіздер жаққа да барып қалармыз. Енді мына жолы үлгермедім, бірақ енді келесі тағы жобалар болып қалар, әлі де жетемін деп ойлаймын. Рахмет. Алан Бисен дейді, е? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Алан Бисен, я представляю НПО «Фонд земли. Устойчивое развитие». Здесь со мной моя коллега Ирина Болонева, она тоже присутствует. Так, я вот хотел поблагодарить Азамата за то, что он поднял такую важную тему, как недостаток информации. Мы в настоящее время ведем проект, это отдаленное село аул Жолтаптык, Павлодарская область. Находится от Павлодара 200 километров. Как вы сказали? Жолтаптык. Аул Жолтаптык. Ведем проект. Это один из самых отдаленных аулов в Павлодарской области. И там типичные проблемы. Это, все типичные проблемы, как в каждом селе есть. Стандартные. Стандартные, да. И теперь мы сделали анализ. В нашей команде Ирина, она специалист по сельскому туризму. То есть именно через событийный сельский туризм как-то обратить внимание на село. И вот в настоящее время Институтом экономики, Министерством нацэкономики формируется концепция развития сельских территорий. И вот хорошо бы, если бы Азамат Мырза тоже там подключился, потому что действительно не хватает информации. Там собираем. И вот если фонд Казахстан Халкана является таким системообразующим, да, вот он между бизнесом, государством является таким мостом, то хорошо бы, если бы вот как наше предложение, не знаю, как вот именно вот если мы говорим про село, какую-то площадку создать, где можно было бы обмениваться. Потому что понятно, если мы говорим про город, это там свои есть проблемы, но в деревне там тоже свои. И вот президент говорил в последнем, да, своем послании, что на село будет обращать внимание, но как обращать, тоже вопросы остаются. Практических действий, в принципе, жители села, они сами могут справиться, просто не хватает информации. Законы меняются, какие-то новые программы вводятся, тренды меняются. Опять же, есть список международных организаций, которые готовы финансировать, но из-за того, что сельчане не знают, куда обращаться, и все это как бы создает эти проблемы. А вот то, что Азамат, я бы с ним очень хотел познакомиться, и очень рад, что мы здесь, я его послушал прямо.
Он прям Да, все, я что мне тоже очень рада. Нам Да. нужны в регионах, в аулах хорошие устойчивые НПО. Я Азамата слушаю и прям все понял, что он говорит, все наболело. Значит, теперь вот наше продолжение, вот мы сегодня вышли в эфир, чтобы вот познакомиться с Ириной. У нее есть идея, ну, так как она не представитель, вот как мы говорим, вот мы казахи, и мы живем, вот для нас вот национальная вот юрты, традиции, это все как-то обыденно. Она видит со стороны, что у нас недостаточно уделяется времени, внимания именно этой части. То есть, если мы говорим даже про юрту, мы вот столкнулись с этим. Хотим развивать сельский туризм в ауле, хотим приобрести юрту. Вот случилась в Турции Вы имеете в проблема. виду не просто сельский Да. туризм, вы, наверное, имеете в виду этнотуризм, да? Да, там есть такая составляющая. Ну, если речь о этнотуризма. юртах идет, я просто имею в виду, что Да. тематика, наверное, все-таки этнотуризм, потому что сельский туризм, это совсем другое. Может аграрный быть туризм и так далее. То есть там много видов же. Эко может быть, там, ну, разновидностей очень много. Да. А я просто посмотрел вашу биографию, как раз как-то были связаны с туризмом. И наверняка знаете, да? Как... Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы вот, да, как-то вот мы с вами взаимодействовали. Ирина имеет потенциал, опыт большой. И просто даже если бы вы советовали нам, потому что мы на местах сидим в деревне и что-то в Гугле, в интернете вычитаем, но как это все в практике реализовать, не хватает. Вы вот сказали, что в Павлодарской области вот у вас в отдаленном поселке проект. А что это за проект? Вы, может, вкратце скажете, чтобы мы уже понимали, как дальше? Да. Так, первый проект, ну не как, основной проект, это карбоновый полигон. Называется основной это. Мы его назвали Казахстан 2030. Так образно, потому что мы приложились к программе ООН, которая ЦУРы, Цели устойчивого развития до 2030 года. И там в рамках этого как-то можно войти и за 7 лет показать, как можно населенный пункт, который умирает, сделать вот перспективным, ну, хотя бы устойчивым. Поэтому карбоновый полигон мы в рамках декарбонизации экономики, это очень большой проект, больше связан с экологией. Ну и экономикой. И там есть, он уже делится там на пункты. Это женский кризисный центр, кризисный центр для женщин с детьми. Это в рамках гендера. И еще один большой блок – это сельский туризм. Туда будет входить этнотуризм, агро. И вот мы, получается, ездили в Алматы на обучение Казахстанской ассоциации туризма. Они нас обучили, как вот развивать сельский туризм, но как бы до конца все равно там есть нюансы. Плюс вот фонд Евразия тоже нас приглашает на 10 дней в Астану пройти обучение. Но мы обучение как бы все, может, проходим, но нету такого объединяющего фактора, вот как ваша организация, которая все-таки Казахстан Халкана. Потому что вот эти международные организации, они очень короткий срок, они делают проекты там на полгода. Год, да, максимум. И это очень мало времени. Можно ли с вашим фондом работать больше? Не год, Смотрите, а больше. Я поняла ваш вопрос. Я вам хочу сказать, вот международные организации, почему они делают короткое финансирование, потому что они понимают, что они не могут проекты содержать, проекты должны быть устойчивые. За полгода это хорошая поддержка, дальше уже проект должен сам по себе функционировать. Почему мы не поддерживаем именно стартапы? Потому что на развитие в целом гражданского сектора у нас целый есть институт и уполномоченный орган, как Министерство информации и общественного развития, у которого есть дочерняя, да, КИОР. КИОР выделяет там несколько миллиардов грантов на разные направления, потому что функции КИОРа – это в целом развитие гражданского сектора. У нас в Казахстане это более 26 тысяч неправительственных организаций, которые зарегистрированы официально в органах юстиции. Поэтому развивать этот гражданский сектор, выстраивать с ними взаимоотношения – это функционал целого министерства. Что касается наших проектов. Почему вот мы, Азамат Мурзамен, до этого разговаривали, и я ему объясняю, да? Потому что если проект у вас работает, он уже устойчивый, он показывает свою эффективность, да, социальную какую-то действительно полезность,
то этот проект к нам заходит уже как действующий. И мы его помогаем масштабировать. Если вы его сделали в разрезе одного села, и он дал очень хороший эффект для сельчан, вы нам его представляете как действующий проект, который можно масштабировать, и мы с вами можем запартнериться, где мы говорим о вкладах сторон, то есть мы как партнер, да, что мы вкладываем, вы как партнер, какой ваш вклад, что мы будем его масштабировать и на другие села. Понимаете? Почему в этом заключается партнерство наше? Потому что Казахстан Халкана может работать в социальной сфере с неправительственными организациями, только масштабируя уже успешные проекты, которые достигают каких-то целевых индикаторов и которые можно просто приумножить и сделать больший охват в целом этого направления. Вот. Поэтому, если вы зайдете к нам на сайт, там у нас есть ссылка, да, для заполнения проектов для НПО. И там есть прям показано, да, какие там нужно поля заполнить, как заполнить и так далее. Еще раз хочу, чтобы вы понимали, мы не можем в стартап вкладывать, потому что это благотворительные средства. Если стартап завтра не заработает, да, понятно, что для вас это будет опыт хороший. А для нас это будет очень плохо. Почему? Потому что это деньги предназначены на благотворительность. Они должны сразу вливаться в эффективные инструменты поддержки или решения тех или иных социальных проблем. И самое главное, почему мы говорим устойчивые? Потому что эти проекты мы не можем содержать бесконечно. Мы просто входим определенной своим вкладом, своей ответственностью, и дальше эти проекты должны работать. То есть все проекты, которые 20 мы сейчас реализовываем, они выстроены так, что дальше государство их подхватывает, или те же какие-то там, допустим, организации там, в государственном поле, неправительственный сектор, и они дальше сами работают. То есть они не нуждаются в том, чтобы мы их содержали. Тем более мы административные расходы никакой общественной организации не покрываем. Мы вкладываем только в сам проект. У нас все контракты прямые. Если речь идет, допустим, о приобретении какого-то оборудования, мы заключаем с заводом-производителем прямой контракт. Мы заказываем это оборудование в количестве, указываем логистику. Если необходимо обучить на этом оборудовании, то это сразу в контракте вписывается, и мы оплачиваем заводу-производителю, официальному поставщику. И этот контракт мы размещаем на сайте, потому что каждая копейка, она должна быть видна, кому пошла и за что. Понимаете? А прозрачность можно показать только если у нас прямые контракты. Если мы будем в какие-то фонды деньги перечислять, а дальше фонд будет сам другой уже распределять, то завтра это будет уже невозможно показать, как это все произошло. Поэтому если у вас будет конкретный проект, который вы уже реализовываете, реально он показывает хорошие индикаторы, и если это действительно для отдаленных сел, может быть, сел приграничного характера, мы только за, тем более, если у вас идет сельский туризм, но если внутри сидит у вас направление как этнотуризм, я считаю, что его можно отнести к культурным проектам. И у нас как раз, кстати, дефицит по направлению культурных проектов, которые, в принципе, мы могли бы рассмотреть. Если вы будете на обучении в Астане, и у вас уже будет проект не только в голове, но уже как-то представлен в виде слайдов, в виде каких-то презентаций, конечно, вы выходите к нам на связь, мы можем здесь встретиться в офисе и проговорить, просмотреть и пообсуждать. Во всяком случае, мы можем четко сразу вам сказать наглядно, что мы можем в этом проекте участвовать и как. Что должны будете вы. А возможно, вы еще подтянете других партнеров, потому что каждый проект, если у нас побольше будет партнеров, каждый будет чувствовать свой вклад и свою ответственность в зону, да, тогда это будет очень хороший такой, скажем, устойчивый проект в дальнейшем. Поэтому, пожалуйста. Все, что касается областей, районов, регионов, сельских округов, сел, мы приветствуем. Мы очень мало уделяем внимания Алматы, Астане и Шымкенту. Конечно, это у нас тоже критика идет, но мы считаем, что 3 города республиканского значения, у них бюджеты развиты, НПОшки развиты, и проекты очень много, да, возможностей. Поэтому мы акценты больше делаем на области. Ирина, у вас есть вопрос?
чтобы вот дополнение меня. Да, конечно, Ирина, если это, то подключайтесь. Я больше слушаю вас и ваши предложения или вопросы. Ну все. Не Спасибо, вижу Лизавета Ирину. Ахмедовна. Пока не за что, но если честно, я говорю же, вы когда будете в Астане, и у вас уже будет готовый проект, если вам какие-то вопросы будут, мы готовы. Просто заранее предупредите, чтобы я смогла в график включить и без проблем проговорим, посмотрим. А как можно обменяться с контактами с Азамат Мырза? Как в чате, да? Азамат Мырза, чатқа жазасыз ба өзіңіздің контактыңызды? Бізде жазып алайық. Email. Біз сіздермен тікелей байланыста болуымыз керек, өйткені сіздер өңірлердесіз, ол жақта қандай сұрақтар болып жатса, біздің бір сомнениямыз болып жатса, біз сіздерден звондап ақыл кеңесті алуға да мүмкіншілігіміз бар, өйткені сіз жергілікті жерде болған соң, сіздерде ақпарат көбірек. Жалпы нақты мәселе болып жатқан сіздерде көбірек білесіздер. Аға Мырза, сізге жібердім онымен. Ләззат ханым, 1 минут айтсам бола ма? Сіз айттыңыз, Құрманғазы ауданында мектеп ашылды деп. Біз оны білмейміз, білмейді екенбіз. Бірақ та айттым уже, 58 мың халық тұратын жерде жалғыз бір үкімет емес ұйым. Бұл енді өзіңіз представляете, наверное, как 58 халықта жалғыз үкімет емес ұйым. Бірақ та бізде қоғамдық бақылау болу керек деп ойлаймын. Не үшін? Дұрыс айтасыз, дұрыс. Сіз енді өзіңіздің мен бүйтейін, мен сіздің сұрағыңызды түсіндім, Азамат Мырза. Мына Диас сіздің телефоныңызды жазып алып отыр. Мына мектептің директорымен тікелей байланысқа шығамыз. Және де Диас сізбен байланыста болады. Басқа да тағы бір ұйымдар болып жатса, барып көреміз, аралап шығамыз десе, сіз тізімін бересіз. Мектепке өйткені әрбір адамдарды кіргізе бермейді. Бірақ біз директорға өзіміз тікелей шығып айтамыз. Осы Азамат Мырза бастаған осындай топ адамдар келеді. Барлығын көрсетіңіз, Қазақстан халқына алып берген жабдықтарды, барлығын көріп шығып, өзіңіз бізге сосын байланыста шығып, айтасыз ғой, қалай, не дегендей. Бірақ енді біздің партнеріміз барып көріп, ашуына қатысып, ашылуына облыстан да келіпті, аудандарының басшылары да келіпті, ата-аналары да болыпты. Енді біз тек қана сурет пен видео көрдік. Жалпы мен мына Батыс Қазақстанда Ақсайда ашылған мектепте өзім болғам, 5-ші мектеп, номер 5. Мен сол жаққа барып, ата-аналармен кездесіп, біраз сұрақтар да болды, біраз әңгіме де айттық дегендей, үкіметтік емес ұйымдармен де кездескенмін. Сіз барып, қоғамдық бақылау жасап келсеңіз, біз сізге риза боламыз. Жалпы осындай ауылдық жерлерден бір өкілдеріңіз болса, волонтерлік тұрғыда, ол ерліктік тұрғыда, ол да үлкен плюс болады. Онда сіз біздің волонтерлық неге кіріңіз, енді бірінші болып бастаңыз. Өйткені бізде енді филиалдар аштақ, әрбір Қазақстанның өңірінде біз онда штатты көбейтуіміз керек. Штатты көбейтсек, әкімшілік расходтар көбейеді дегендей. Бізде барлығы енді санаулы болып тұрған соң, өзіміздің расходтарымыз аз болып тұрған соң, бізде сол адамдарды көп ала алмаймыз. Бірақ сіздермен бірлесіп істесек, сіз барып көрем, бүйтем, сөйтем десеңіз, біз тек қана қуанамыз. Рахмет сізге. Өзім мұғалім және үкімет емес ұйым болғасын, біз бәріне де дайынбыз. Рахмет. Жақсы, келістік онда. Диас жазып алды барлығын. Так, коллеги, следующее вижу, вот руку поднимают две красивые девушки, но не вижу, как написано имя. Да, Тамари. Здравствуйте, добрый день. Приветствуем вас в солнечной Анталии, Турция. Мы являемся представителями клиники Medical Park Анталия. Это главный региональный центр Тамари Ханым, так как она не говорит по-казахски. Medical Park? Да. Поэтому мы работаем с вашей клиникой. Мы уже отправляли несколько пациентов в вашу клинику. А сколько именно? В Стамбуле. Medical Park у нас в Стамбуле, да? Сейчас, секунду, вы говорите, я сейчас приглашу своего менеджера, она сейчас подскажет. У нас 6 клиник, по всей Турции их выше 32. Вот. Мы являемся представителями клиники Medical Park Анталия, то есть анталийский филиал на побережье Средиземного моря. Мы работаем с Министерством здравоохранения Республики Казахстан. К нам поступает очень много пациентов по педиатрической гематологии. И в последнее время, как вы знаете, дети рождаются с аномалиями, особенно аномалия желчно-выводящих путей, это астрагия или печеночная недостаточность. А также у деток бывает проблема с головным мозгом, то есть это гидроцефалия 1, 2, 3, 4 степени.
стене. Очень-очень много у нас заявлений. Вот, и мы бы хотели переговорить с вашим фондом по поводу обоюдного сотрудничества и оказания помощи гражданам Казахстана, которые отправляют к нам свои заявки. Особенно детям. Извините, мы вас как-то не слышно. Да, очень приятно. Тамари, правильно я Да, называю? да. Мгм. Очень приятно, меня зовут Лязат. Мы в Анталию не направляли, Medical Park, мы в основном работали с Стамбул. Несколько клиентов, пациентов, вернее, я знаю, что мы направляли. Смотрите, первое, что я хочу сказать. Все, что касается зарубежного лечения, у нас есть в двух направлениях. Первое направление – это когда пациент проходит в профильном нашем Казахстане республиканском центре лечения, и это лечение у нас не развито, компетенции не развиты, тогда республиканская медицинская профильная организация дает заключение пациенту о том, что лечение в Казахстане невозможно, с просьбой направить за рубеж. Эта заявка по линии Министерства здравоохранения Казахстана поступает в рабочий орган. Рабочий орган при Министерстве здравоохранения, Фонд социального медицинского страхования. Далее, они рассматривают, у них есть свой перечень, по которому они направляют за счет бюджета, который у них сформирован. Но есть юридические какие-то коллизии, какие-то нестыковки, и в этот момент этот рабочий орган Министерства здравоохранения направляет заявку к нам с разъяснениями, что они готовы отправить, но есть какие-то юридические нестыковки в самом контракте или там еще в каких-то нюансах. Ну, там много, вы же сами понимаете. В этот момент мы подключаемся. Второй момент, мы направляем по онкологии и онкогематологии, если наши пациенты в Казахстане прошли все возможные лечения по тем протоколам, которые у нас есть. И это лечение, если не дало эффекта, у нас есть детский онкологический центр республиканский, это НЦПДХ, или КАЗНИОР для взрослых. Они у нас в экспертном комитете нашего фонда, они дают нам свою заявку. И тогда мы начинаем уже работать в этом направлении. Но мы не выбираем клинику за рубежом сами, потому что это невозможно. Это нужно иметь дополнительный штат. Поэтому у нас есть критерии для партнерства. Она должна быть казахстанская организация. В данном случае заявку нам подали и по критериям соответствовали компания Архимедес. Это казахстанская компания. Она в системе страхования медицинского работает. У них есть свои клиники тоже. И вот у нас сейчас есть меморандум соглашения, мы с ними партнеры. То есть, когда даже мы принимаем решение о том, что мы этого пациента направим за рубеж, мы весь пакет документов отдаем нашему партнеру. Наш партнер ведет поиск клиники за рубежом, направляет запросы и получает ответы от нескольких стран. И нам предоставляет, то есть всю техническую работу нам делает партнер. Они делают это нам безвозмездно, потому что это в рамках их социальной ответственности. Вот. И когда уже нам предоставляют несколько отзывов от разных стран, то мы уже на своем правлении и на экспертном комитете по медицине, который создан при фонде, там у нас эксперты сидят, медики, да, я не врач, допустим, я юрист. Вот. Они, изучая, смотрят программу лечения составленную, смотрят, насколько к пациенту ближе, также и смотрит его лечащий врач, и они нам рекомендуют из этих 3 клиник, какую нам все-таки выбрать ближе к этому диагнозу, и который действительно даст определенный эффект в его выздоровлении. То есть система у нас выстроена так. Кто у нас партнер, у нас на сайте нашем официальном есть. Вы можете изучить, посмотреть по ссылке именно нашего партнера и, в принципе, быть с ним на связи. Medical Park у нас, вот мы отправляли МЛП Салык Хизметлери,
Турции отправляли пациента вот 2004 года рождения, в 22 году. Вот, он у нас лечился. Ну, в основном у нас на лечении это дети и молодежь. Основная масса. То есть, если вы хотите именно в плане вот сотрудничества, мы с клиниками напрямую сотрудничество не садимся. Если мы выбираем, эксперты выбрали вашу клинику, соответствующую с программой лечения, наши сотрудники выходят уже в выбранную клинику для заключения контракта. Только в тот момент мы сами подключаемся как фонд. А до этого нам помогает по работе отбора клиник партнер. А если их несколько, то подключается экспертный комитет, чтобы из этих нескольких предложений остановиться на одном. Потому что в экспертном комитете у нас только врачи, профессора, именно квалификации, которые необходимы для этого диагноза. Спасибо большое. Конечно, жалко, что бюрократические процедуры затягивают. Например, малышам, кому нужна трансплантация. У нас бюрократических процедур нету. Вы должны просто понимать, что у нас есть две системы. У нас есть система, когда государство за счет бюджетных средств направляет. Если в государстве бюджетные средства есть на этого вид заболевания, и оно предусмотрено, нет надобности тратить деньги Казахстан халкына фонда для того, чтобы бюджет государственный сохранил для себя деньги, что ли, для чего? Я, допустим, ежемесячно фонд социального медицинского страхования, у меня зарплаты удерживают, но если эти накопления накапливаются в фонде Минздрава, и этого пациента обязан Минздрав направить за счет этих денег, то значит за счет тех денег он и должен выезжать. А у нас никаких бюрократических проволочек нету. Мы наоборот делаем то, что государство, если вдруг по каким-то юридическим вопросам не может. Да, в данных вопросах очень важно время. Например, мы пытались связаться с Министерством здравоохранения, чтобы они помогали детям маленьким до года с трансплантацией. Однако, к сожалению, сбор документов, как вы уже сказали, вот эти маленькие незаурядицы занимают месяц-другой. К сожалению, у нас такого шанса нету, да, чтобы людям сказать, что ждите второй-другой месяц, потому что артрезия – это вещь такая, она не щадит, к сожалению, никого, и мы, пытаясь как-то их поторопить, к сожалению, теряем время, теряем где-то. Я понимаю, но вы тоже должны понимать, мы не просто частный фонд. У нас деньги для народа Казахстана, мы отвечаем за каждую копейку. И если это лечение проводится у нас в Казахстане, а мы его направим, я просто должна буду со своей зарплаты восстановить эти деньги. У меня столько денег нет, у меня такой зарплаты нет. Первое. Второе, если бы это у нас был частный фонд, и у нас был бы один там донор, да, который просто принимал бы решение, только потому что заявка поступила на уровне эмоций. Мы стараемся так, чтобы мы дополнили инструмент, существующий у государства, но не разрушили его или были вместо него. Мы так не должны работать, у нас концепция утверждена. Поэтому у нас чуть-чуть система другая, она выстроена более в таком масштабном варианте. А то, что вы говорите, там сроки и так далее, это на уровне одного человека, это когда частный фонд, и это мои личные деньги, я сама принимаю решения единогласно, и это, знаете, меня не волнует никакие другие инструменты. То есть в этом плане вам нужно больше контактировать тогда с мелкими фондами, которые просто занимаются сбором через социальные сети и так далее. У нас просто система, она другая. Если вы зайдете на наш сайт, поизучаете вообще концепцию, вам сразу все будет понятно. То есть, чтобы вы понимали, к нам тоже выходили, вот выходил и Кюри, вы знаете, это институт очень серьезный, в всей Франции, там в топ-10 входит. Из Испании приезжали компании, у которых по всему миру там 160 медицинских организаций на очень высоком уровне все выстроены. Мы сразу им сказали, мы не можем с каждым медучреждением работать. Я понимаю, у вас это медицинский туризм, вы должны привлекать пациентов, вы должны этим работать и так далее. У нас чуть-чуть система по-другому выстроена. Мы все-таки хотим компетенции развитых стран внести внутрь Казахстана. Мы хотим эти компетенции развивать внутри страны. Наши врачи должны становиться лучше, компетентнее. Мы должны лучшие практики привести и наших врачей обучить, чтобы наши пациенты лечились внутри Казахстана. Мы хотим, чтобы лучшее оборудование привести в Казахстан
и в Казахстане его внедрить, чтобы это лучшее оборудование было доступно для простого народа. Всех нуждающихся в лечении мы не можем вывозить из страны. Поэтому у нас чуть-чуть вот выстроено вот в таком ракурсе. Спасибо большое. В любом случае, если вы почитаете, вы можете с Архимедом связаться, обменяться контактами, и какие программы вы можете очень на хорошем уровне поставить по доступным ценам. Мы, пожалуйста, мы всегда рады. Все программы обучения казахстанских докторов абсолютно бесплатные. На данный момент у нас в трансплантологии обучается казахстанский доктор Салматы. Раньше работал в клинике в Алмате, базируется на трансплантологии, сейчас не могу вспомнить имя. Мы обучаем в Турции, но мы не сами выбираем. Если, допустим, институт онкологии выбирает ту или иную страну и говорит, что та или иная клиника лучшая, они нам подают заявку прямо с наименованием клиники, с наименованием направления обучения и список свой. Почему? Потому что мы в этом не так компетентны, как они, поэтому мы просто принимаем заявку и оплачиваем авиаперелет, проживание. Если необходимо, то обучение. Если нет необходимости в обучении бесплатно, то хотя бы просто дорогу. То есть мы вот такие вещи стараемся, наоборот, компетенции внедрить в Казахстан. Очень хорошо. У нас обучается доктор Сызганова. Также была доктор-онколог, которая прошла 3 месяца обучения и стажировки. То есть мы для всех казахстанских докторов всегда открыты. Это и любой бранш, Спасибо. и все. И клиника вот Medical Park из всех 32 единственная Анталия, которая вообще не берет за это никакие деньги. Абсолютно. Отлично. Буду рекомендовать, вы нашему партнеру обязательно дайте, пожалуйста. И в наш чат, если у вас есть направление, по которым вы бесплатно обучаете, вы прям можете сюда закинуть в чат. Я своим коллегам передам, которые именно работают по направлению врачей. И в нужные моменты мы будем к вам выходить на связь и партнериться. Да, конечно, мы будем рады. Мы подписались на вас. Спасибо большое. Мы через социальные сети. Да, мы же братские страны, должны друг другу помогать. Вот, и поэтому и трансплантологи, и пульмонологи, и онкохирурги все всегда только рады, открыто обучение. Вот. Конечно, да, постараемся работать, возьмем обязательно контакты ваших партнеров, Да. все программы лечения, программы обучения, опыта обмена. Также наши доктора бесплатно приезжают в Казахстан, проводят волонтерскую деятельность. Мастер-классы, да. Где-то советуют. Вот если нет того или иного оборудования в Казахстане, конечно, уже приходится приглашать туда. Вот. Здорово, спасибо большое. Вот в чат у нас партнера Архимедеса, Диас, напишите, пожалуйста, чтобы девочки сразу себе записали. И если что, по телефону проговорите. Спасибо вам большое. Мы хотим, чтобы у Турции быстрее все наладилось. Конечно, очень такие неприятные сейчас моменты происходят, но дай Аллах, чтобы больше ничего такого не было. Спасибо. Все, мы будем на связи. Спасибо. Рахмет. И вам. Айша ханым. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Тыңдап тұрмыз сізде. Мынау қордың жасап жатқан ғажап істеріне Алла разы болсын, сауаптан болсын. Аумин, айтқаныңыз келсін. Мен сіздермен бір жағдайымды бөлісейін деп едім. Көмектесіңіздер, тым болмаса ақыл кеңестеріңізді айтасыздар ғой деп. Мен 21 жыл бойы медресе салып жатырмын Астанада қыз балаларға. Яғни тұрмысқа шығатын қыздар күйеуін құрметтеу, ата-анасын құрметтеу, баласын тәрбиелеу, имандылыққа, ұлттық салт дәстүр менде. Осы салып бітіре алмай жатырмын да, дәл қазір менде 1500 квадрат метр плита перекрытие жетпейді, және 200 куб газоблок сатып алмай жатырмын, ақшам жетпей. Осы болса уже бітіреді. Шамалы қалды да енді, шамалының өзі осындай болып тұр. Бәрі қымбаттап кетті. Содан кейін мынау біздікі Айша қоғамдық қоры әйелдерді ақпараттық қолдау жөніндегі. Ал енді бұл қор мына әйелдер көмектесеміз деп күйеулері шет, көбінің біздің елде бір ауру бар, ер адамдардың. Сол әйелдер балалармен не алимент алмай, сосын бір әйелдің мысалы мүгедек 6 жасында қызын
машина соғып кеткен, қазір 18-ге толды. Одан кейін 2 ұлы бар мектеп жасындағы. Міне, ешқайдан үкіметтің беріп тұрған 40 мың сондай азғантай ақшасымен үлкен бір семья күн көріп отыр. Үйлері жоқ, күйеуі ана қарыз ала берген ғой, бір банктан бір банкқа, бір банктан бір банкқа. Сонымен оның базасын, ана ТО-сын бәрін конфисковать еткен, банктер алып қойған, яғни үйінді алып қойған 2 квартирасын. Бұлар далада. Енді мен қазір медресені бар ғой, алкаштардың несіне айналдырдым. Себебі олардың жататын жері жоқ, балардың жері жоқ. Ана жаңа жұмысқа көмектеседі, сосын мына жерде участковыймен қуамызда жүреміз, әлде ішпе деп. Наркодиспансерге саламыз. Аналардың семьясын обеспечиваемыз, жаман қиналып кетті. Осы жөнінде бізде осы маскүнем еркектерді жинап бағатын бір жер бар ма, соны сұрайын деймін сіздерден. Біздің елде жоқ, таба алмадым. Яғни жұмыс істемейтін, жұмыс істегісі келмейтін, тек қана арақтан басқаны ойламайтын, семьясын ойламайтын, жұмыс жасындағы пенсияға жетпеген ер адамдарды қайда жіберуге болады? Осындай орын жоқ біздің елде. Бұл бір біздің проблемамыз. Әйеліне көмектесу үшін амалсыз мына еркегіне көмектесеміз. Енді салып қойған бір общежитиемізде солар тұрып жатыр. Енді мына семьясын жаңа айттым ғой, біз қолымызға не түседі, соның бәрін біреуге мал шалса, солардың бөлісеміз. Бірақ қатты қиын болып бара жатыр да, көтере алмай жатырмыз уақыттың мына азық-түліктің қымбаттағанына. Сол егер мүмкін болса бізге азық-түлікті списоктеріңізге қойып, біз Астанадамыз және Алматы облысы Қарасай ауданы Жандосов деген ауылдамыз, 2-ші медресеміз. Ауылға көмектесейік деп салып атқанымыз ғой, онда салып бітіріп қойдық. Тек қана ашуға отделочный жұмыстарын істеуге шамамыз жетпей қалды. Сондай тапсырылмай тұрмыз. Ал енді біз мүфтиятпен жұмыс істеу бізге мүмкін емес, себебі олар имамдар, дін ұстайтын адамдар, дін тәртіптері қатты екенін білесіздер. Ал енді біздің қыздарымыз көбі орамал салмайды, салдыра алмаймыз. Современный қыздарда әйелдер халықпен жұмыс істейміз. Тек қана біз имандылық болсын деп, жаңа дәрет дегенде білсін, намазды оқыса өздері еріктері, оқымаса үйретеміз, жаңа Құранды үйретеміз. Біліп жүрсін, ұстай ма? Еркі, ұстамай ма? Тағы еркі. Бірақ олардың отбасына көмектесу бізге, және біз ертеректе тұңғыш елбасының әкесінің атымен мешітімізді атап, анасының атымен медресесін атағанбыз ғой. Сол себепті бізді олар халық ойлайды да, Назарбаев обеспечивать етіп жатыр деп. Сол себепті бізге ылғи сұрайтындар келеді, көмектесетіндер емес. Бер, шамамыз жайындағы ескі киімдер жинаймыз кемпірлерден, қажап алардан, соларды таратамыз. Енді қазір өзіміз осындай бір қиындау халдеміз. Соны айтып қояйық деп. Осы Қазақстан халқына қорына бізден пайда бар ма? Біз қандай көмек көрсете аламыз? Және олар кісілердің бізге көмектесіп жүретін көмектері бар ма? Соны білгелі хабарласып едім. Айналайын, жүзің жылы иманды адам екенсің, Құдай бағын көтерсін, президентіміздің мінекей істері алға бассын, соғысын халқына деген құрып отырған қоры, осыдан Алла берекесін берсін. Егер бізге біреулер бізді елеп көмектескен болса, 20 жылдан астам уақыттың ішінде біз баяғыда салынып ашылатын едік. Бірақ оның орнына біз Айша қоғамдық қоры ретінде тек қана жаңа бейшара қиналған әйелдерге көмектесумен, күйеулерінен арашалаумен, маскүнем еркектердің өліп қалмасын деп аңдып күзетіп тұрғызумен жүрміз. Жұмысқа салып, жұмысқа үйретіп, сол ана шеберлерді сұрап аламыз, сол шеберлер оларға жұмыс істеуді үйретеді, бірақ миларда түк қонбайды. Сондықтан жаңа біздің елімізде осындай бір орталық ашсаңыздар, оларды күшпен жұмыс істететін. Дендері сау, бәрі керемет, тамақтары сау, тек отбасыларда күн бермейді. Оларды қайда жібереміз? Ешбір жер алмайды. Соны айтайын деп сізге. Айыпқа бермаңыздар. Береке берсін істеріңіз, алға бассын. Мінекей иманды деген еліміз Түркияның өзінде осындай зілзаладан қандай тірідей көміліп жатыр семьялар. Құдай бетін әулақ қылсын. Осы мына сіздердің жасап жатқандарыңыз садақа беріп жатқан. Ол қабыл болса елімізге береке кіреді. Сол садақасы президентіміздің, еліміздің, сіздердің қабыл болсын деп тілеймін Алладан. Бағыңыз ашылсын. Рахмет. Аумин, рахмет. Батаңызға рахмет, тілегіңізге рахмет. Айша ханым, біз енді жаңа мен айтып кеттім ғой, біздің тұжырымдамамызда мына енді құрал жабдықтар жасау, стройка мәселесі, ремонт мәселесі бізде қарастырылмаған. Бірақ оның ішіне бір жабдықтар керек болса,
жалпы енді ол Құдай бұйырса бітетін нәрсе ғой, бір біткенде құрал жабдықтар керек болатын кезде мына заявка берсеңіз біз қарастырамыз. Мына жаңағы сіз айтып жатырсыз стройматериалдар деп, біз енді біраз қорлармен қарым-қатынаста бармыз, мен сұрастырып көрейін. Мүмкін оның арасына біреу енді көмектесем десе. Жаңағы сіз айттыңыз ғой, біраз әйел азаматтары бар, балаларының құжаттарын қалай нету керек, қай жерге учетқа тұру керек, там. Мына Аманат партиясының 111 деген несі бар, колл-центрі бар. 111-ге тегін звонок, бірақ олар мұқият тыңдап, құжаттарды жасағанға біраз адамдарға көмектесті. Учетқа да тұрғанға да, және де ана инвалидность алғанға да біраз көмектесті. Мен біраз адамдарды сол жаққа айтқам, звондап, колл-центрға өздеріңіздің жағдайларыңызды айтыңыздар деп. Қазір енді науқан мәселесі басталды, олар енді өздерінің жұмыстарын көрсету керек. Сол үшін енді біраз мәселелерді шаңдатып жасап жатыр. Осы қазір науқанның несімен пайдаланып, ана әйелдерге айтсаңыз, 111 несіне звондасын, колл-центрге, ол тегін звонок. Ал енді жаңағы құрылыс жағынан біз сұрастырып көрейік. Мүмкін енді біреу шығып қалса, мен сізге байланысқа шығам, айтам өзім. Алла разы болсын, рахмет, күтеміз. Енді ер азаматтар енді арақ ішіп жүргенде қиындау екен. Мен ол мәселені білем. Бірақ мына оны да сұрастырып көрейін. Енді қазір бізде неше түрлі нелер бар ғой, ұйымдар, олармен де жұмыс істейтін. Бір басы шығып бірдеңке болып жатса, мен сіздерге хабарға шығам. Номеріңізді жаза салыңызшы чатқа, Айша ханым. Қалай жазып білмейді екенмін жерде. Айта салыңыз, біз қазір жазып алайық. 8-701 470 13 66. Енді бізде қазір 100 адамға медресе ашу, яғни мектеп, ұлттық салт дәстүр мектебін ашуға мүмкіндігіміз бар, бірақ бізде компьютер мынау жоқ. Сол жағына көмектесеңіз, стөл, парта жоқ. Сосын жататын кроваттары жоқ төсегімен. Сосын мешітіміздің ішінде кілем жоқ. 400 адамды. Қарасай ауданында дедіңіз ба? Астана қаласында, осы жерде, Қарқабат 2. Сіз адресін айтыңызшы, адресін жазып алайын. Мына қазір 1-2 апта қолым тимейді, біраз іс-сапарларым бар. 1-2 аптадан кейін, Құдай бұйырса, Астанада болып жатқанда бір сізбен ертерек ақылдасып, мүмкіншілігім нетіп жатса, кіріп шығам, көріп шығайын. Алла разы болсын. Екі жерде, Астана қаласында және Жандосов ауылында, Алматы облысы. Сол 100 қызға. Астана қаласында қай жерде, Айша ханым? Юго-Восток, правая сторона, Қарқабат көшесі 2. Қарқабат 2. Алматы облысында. Қарасай ауданы, Жандосов ауылы, Батан Темірбеков көшесі 1/1. Жазып алдың ба? Жақсы, апай. Жазып алдым. Рахмет. Алла разы болсын. Сәттілік. Сізге де Алла разы болсын. Істеп жатқан жұмысыңыз өте үлкен. Шаршамай, ауырмай, осылай барлығына қамқоршылық етіп жүгіріп жүрсіз. Алла тағаламнан қайтсын барлық жақсылықтарыңыз. Әумин, айтқаныңызға. Рахмет жаным. Рахмет. Сау болыңыз. Так, әріптестер, кім тағы бар? Все? Все. Онда енді все только наши, да? Онда енді осы бүгінгі кездесуіміз аяқталып жатыр. Сұрақтарыңыз енді қандай енді мәселе болып жатса айтарсыздар тағы. Жалпы көргеніме, танысқаныма өте қуаныштымын. Енді келесі четверг осы 15:00-де кездесулеріміз жалғаса береді. Сұрақтарыңыз бар болса, тағы қосылсаңыздар да болады. Рахмет барлықтарыңызға.